кетіптім, что менде давление бар. Ал давлениені күнде таңертең бірақ давлением дәрісін обязательно ішемін. Сосын кейін ойладым, мен неге ішіп жүрмін бұл давлениенің дәрісін? Содан тастадым мен давлениенің дәрісін, уже бір ай ішкеннен кейін, новокремді ішкеннен кейін мен уже давлениенің дәрісін тастадым. Міне уже 3 ай пайдаланып жатырмын. Давлением жоқ, нормально, 120-да 80 баяғы өзім давлениема келді. Басым ауырмайды. Жаңа сынған жерім жүре алмай, осыдан инвалид болып қалдым ба деп жаман, өзім жап-жаспын ғой, әлі инвалид болып қалдым ба деп уайымдап жүрем. Жаңағы автобустан түсем, жүріп кетем тіп-тік, машинеден түсем, тіп-тік жүріп кетем. Қуандым. Соның барлығы осы саумал, тмин, новокреммен бәрін араластырып іштім. Соның арқасында өте жақсы результат көрдім. Сосын сахарымды өлшете бастадым. Енді менің давлением түсті, сахарымды өлшетейін деп. Жаңағы медцентр бар өзіміздің үйдің қасында.